Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен сандуғаш. Бүгін біз осындай ақ түсті жемчуг алға жасайтын боламыз. Трансформер алқа деп аталынады және бізге керекті заттар осындай цеп қажет. Бұл ақ цеп покрытием роди, қараймайды деп атайды, нечернеет покрытием роди дейді. Және натуральный жемчуг осындай бізде 7 размердегі жемчуг. Осындай рис бізде және де бізге керекті заттар осындай тогл застежка, 3 тал колечки керек 6 размерде, 2 штук осындай one touch крем қолданамын бекіткенге. Және де осындай шарики межбусы қолданатын боламын. Бұл бізде 2 размердегі шарики, 3 размерде. Және де біз кулонға алдыңғы видеомда көрсеткендей осындай жемчугті қалай жасалуын көрсеткен болатын. Осыны қолданатын боламын кулонға. Және де трос қажет, ювелирный трос, осындай ақ түсін қолданамын, обычный. Және де инструменттер қажет бізге. Бірінші, енді осындай трансформер алқаны мен сіздерге бірінші рет көрсетіп тұрған жоқпын. Оның алдында қаншама видеом бар, соны көріп қарасаңыздар болады. Егер бұнда түсінікті еміс болса, енді дизайндарына қарап жасасаңыздар болады. Осылай тросты аламыз, ұзын қылып аламыз, 2 қабат болып кететіндей. Қайшымен немесе кусачкамен қиямыз. Енді бірінші біз осы тоғылдың бас жағын аламыз да, осылай екінші жағын жасаймыз. Және мына жағын бірдей қыламыз да кремпімізді өткіземіз. Керек заттардың бәрін описанияға жазып қоямын, көріп қарасаңыздар болады. Енді мен көбінесе протектор қолданатынмын. Бүгін мен осы алқанда протекторды қолданбай жасап көрейін, эксперимент жасап көрейін деген оймен жасап жатырмын. Енді one touch'ымызды былай астына қаратып, артқы жағына қаратайық, бекітілетін жағын. Осылай. Енді арнайы инструментпен пластикалық ұсталып бекітеміз, немесе кремп бекітетін арнайы инструмент болады. Соны мен сатып алып бекітсеңіздер болады. Осы шығып тұрған жерін басқан кезде ішке қарай кіру қажет. Сонда бекітілді деген сөз. Қаттырақ басасыздар. Міне, бастым. Кейде осындай кремп one touch бірақ болып шығады. Сол кезде міне осындай жері түсіп қалады. Енді екіншісін көрейік. Және де осы крем one touch'тың түрлері бар. Домалақ түрі. Осы домалақ түрімен осында 2 түрлі болады. Кішкене 4-3 түрі. Міне, бұл бекітілді бізде. Қараңыздар, шығып тұрған жер кірген кезде бекітілді деген сөз. Енді біз осы жемчугімізді алып бір-бірлеп өткізе бастаймыз. Осы заттардың бәрін мен фурнитура сататын магазиннен заказ беріп алдыртамын. Әр қалада бар. Мен почтамен алдыртам. Курьермен алдырсаңыздар болады, және барып алсаңыздар да болады. Инстаграмнан, сайттан өздеріңіз таңдап, сол жерден заказбен, көбісі солай алдыртады. Заказбен алдыртады, сайттан таңдап. Міне. Енді мына алды межбусымызды біз ортасына қарай қолданатын боламыз. Енді осы жасап жатқан алқамызға цеппен бірдей болу қажет. Цеп бізде 20 сантиметр. Негізі продажада барлық жерде 10 сантиметрден сатылады. 20 сантиметр алсаңыз, мойынның жартысына жетеді. Мойынды түгелдей осы алу үшін 40-42 сантиметр жетеді. Мен осылай 20-20 сантиметрден аламын, әр түрлісінен аламын. Және де жемчугті бір нет қылып аламын, ортасына бөліп 2 алқаға қолдансаңыздар болады. Жемчугтің де размерлері әр түрлі болады. Енді ірі цеп қолдансаңыздар, онда үлкенірек 8-ші, 7-ші, 8-ші размердегі осындай жемчугтер қолдансаңыздар болады. Ал ұсақ цепке онда ұсақтау қолданған дұрыс. Керек заттардың бәрін описанияға жазып қоямын, кіріп қарасаңыздар болады. Және Instagram каналымда әрқашанда описанияның астында тұрады. Егер менен кіріп магазин сұрасаңыздар, мен сіздерге ссылкасын жіберемін. Осы фурнитура алып жүрген, мен бір жерден заказ бермеймін, әр кезде әр қаладан заказ беремін. Ұнағанына байланысты заказ беремін сол жерде. Үшеуін алып тастаймыз да. Енді осы жерден бастап біз осы мынау шарики межбусымызды өткізе бастаймыз. Осы фурнитуралардың бәрі осы водостойкий покрытиемен жүреді. Сары болса ол покрытием золото болады. Мынау бізде осындай ағы, ол покрытием роди болып жүреді.
жасалу жолы өте оңай. Тек бекітетін жерін жақсылап бекітсеңіздер болды. Және менің YouTube каналыма подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Беш штук межбусы өткіздік. Алтыншысын өткіземіз. Ортасында осындай болып тұрады өзі. Енді қалған жемшіктарды өткіземіз. Енді обязательно 6 штук емес, 3 штук өткізсе де болады, 4-еу, 5-еу, әрі қарай өткізе берсе болады. Тіпті бұл бизнесті оқушы, мектеп оқушысы да жасаса болады, өте оңай болғандықтан. Барлық жемшікті өткізіп болдық. Қарасаңыздар осындай болып шықты. Енді өз пісетімізді қойып өлшейміз. Ең соңғы бір өзін алып тастап, орнынан мына бір өз артылыпты, соны саламыз. Енді өлшейміз. Цепті қойып. Енді бағанағындай бекітетін боламыз. Мына жерде айта кететін зат, мынау арасына бір нені алып, мына арасындағы бір нені осы жерден қиып тастаймыз. Қайшымен немесе курсачкамен қиып тастайсыздар. Енді өйткені не үшін қиып тастайсыздар? Мына кремта 4 қабат өтпейді, мына трос қалың өтпейді, сондықтан 2 қабат қана өтеді, сол үшін осылай жасайсыздар. Енді мынаны аласыздар да, мына жаңағы бір жемшіктен өткізесіздер. Енді мына жерді инструментпен ұстап тартасыздар. Тартып, кішкене ғана ілмек қалдырасыздар, қалғанның бәрін жиырып тартып тастайсыздар. Кішкене ғана ілмек қалдырасыздар, сәл ғана, кішкене ғана, тағы да тартамыз. Мына колечки бізде кірсе болды осыған. Тіпті осы жерін бекітеміз. Міне, арнайы инструментпен жаңа шығып тұрған жерін басамыз. Міне, бастық, кірді, бекіттік. Енді мынаның бетінен кесіп жібересіз. Осы жерден тросты қия саласыздар, мына екеуі. Жемшікті жылытсаңыздар, өз көрінбей кетеді арасында. Міне, дайын. Енді мына колечкемізді қалай қолданамыз? Бір ана өзі ашық тұрған жанды жылытып мына колечкені ашасыздар да, осы бас жағына жаңағы жерге саласыздар. Үлесін мына цепке өстіп. Қаттығы бар жасыздар да, мына цеп сиятындай, міне осы жерден бекітесіздер. Немесе мына жаққа застежка салса болады. Немесе жағын осындай колечкеге салса болады. Енді мына жаққа мына колечкемізді алып ашамыз. Аштық, үлкен қылып. Осы тоғымыздың екінші жағын өткізіп бекітеміз. Мынау бізде колечке кішкене қатты колечке болғандықтан кішкене мынаны бекіту қиынға түседі. Міне, осылай жылжытып өстіп жабасыздар. Былай кішкене нетіп жібересіздер. Бітті саналғандықтан енді біз нені бірден іліп алайық қолымызда. Ол үшін жаңағы тағы бір колечкемізді алып, мына жылжытып ашамыз. Міне аштық. Енді осы нені өткіземіз да, тоғылымыздың домалақ жағынан өткіздік. Осы дайындап қойған қолымыздың ілмек жағынан өткіземіз. Бекітеміз. Бекіткенде жақсы бекіту керек. Бит жылжытып, қозғап бекітесіздер екі жаққа қарай.
тоғымызды жабамыз. Міне осымен біздің осындай ақ алқамыз дайын. Міне бұған наборда мен алдыңғы видеомда көрсеткен осы немен сырға болады өзі. Мынандай колечки қайдан алдым десеңіздер, бұндай колечки цептен алсаңыздар болады. Егер менде дәу колечки жоқ болғандықтан мен цептен алдым. Бұндай родиеме де жоқ екен. Осындай покрытием роди цептеріңіз болса, осындайлықты мына домалаған шешіп алып, екі жағына қарай жылжытып өстіп колечки ретінде пайдалансаңыздар болады. Міне